Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге бұл мен Санчо. Менімен бірге Благарыш ойналарыңыз десе Астана серверіне кіріңіздер. Ал әнше перекөп жолы 7 серияға қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода әдеттегендей перекөп жасап, бір-екі заттарды сатумен жасайтын боламыз. Ал әнше видео басталмай жатып, арнаға тіркеп, лайк басып кетейік. Ал әнше мен көп сөйлемей видеоны бастаймын. Видео басылмай жатып біз кейс ашып жіберетін боламыз. Короче, мына кейс билеті бізге керек болады. И бізде тек жасыл көк қанша береді екен? 3-ақ деген несі? Немене аз ғой, 5 берген нормально болады. Короче, мен 200 теңге мынандай заттар сатып алайын деп отырмын. Нөмірный знак, сосын бір маска и очки. Нөмірный знак бізде 888 болғаннан кейін нормально болып тұр. Анау маска и очки болғаннан кейін 200 рубльге алып алайын деп жатырмын. Бұлар тұра берсе де әдем болады. И менде қолымда қазір 2.285.000 рубль бар байлықта қазір. Короче, өткенде өздерің көрген болатынсыздар, Барселона мен Реал Мадрид ойнаған. Сол кезде мен досыммен спорласқан 1 миллион рубльге Барселона ұтады дедім, ол Реал Мадрид ұтады деді. Енді бұл ұтылып қапман қазір 1 миллион рубль береді. Бұның аты, если че, МПП Адикош дейтін бала, 1 миллион рубль алды қалайын. Менде, осында 14 бар еді. Осы 14 320 мың рубльге на бала сатып жіберетін боламын. Бұл 14-де спортхана бар. И данный свет Донстрап дейтіндер дым жоқ. И Нитро спортхана бар. Сосын 320 мың рубльге сатып жібердім. Әдем баға деп ойлаймын енді. Міне, аукционға келген болатынбыз біз. И так бізде аукционда сим карталар тұр екен. Машина нөмірный знакі 285 о дейді, нормальный. Бірақ 500 рубль сап-сап. Мына жерде тек үстемізді. Біз мына жерде менде сим картасы сатқым кеп тұр. Мына жерде өзім сим карталарым көріп тұрсыңдар. Менде 8 сим карта бар екен. И так 70-74 дейтін сим карта. Бұны бірлем қалған болатын. И так мына жерде 1, 2, 3, 4, 5 дейтін сим карта тұр. И бізде бұны 5000 рубльге қоятын боламыз. И жұрттардікіне біздікі қанша кететін көрейік. Егер өз бағасан азға кетіп қалатын болса, біз аукционға сим карталарды қоймайтын боламыз. И бұлайша адамға қолма-қол сатып жіберетін боламыз. Резко так міне 5000 рубль қойдық. Ал енді біз 3 сағаттан кейін көретін боламыз. Не болатынын бірге көреміз. Өткенде 6 серияда көрген болатындар. Осы мен осы джипті ағам болатын. Бұны ағама өте қатты өкініп қалдым. Менше бұны машине шли толып кететін білмей қалдым мен просто. И мен бұны резко 2 миллионға сатып жіберетін боламын. Даже 2 миллионнан да аз сұрағандар болды менде. И вообще бағасы түсіп кетті бұның. И жаман ішім ашып кетті. Өйткені бұны мен пайда 2-де бір бәлеге ағандай болдым ғой. Бұны сок түрінде алып, чинектап сөйткен кезде көп ақша түсіп кетті. Бір 2 миллион 700 мыңдай ма құрт жүрдім бұл машинеге. Ал енді біз бұны 2 миллионға сатып жіберетін боламын мен так бұны. И 5-ті так полный өшіп тайсаршы 0-0 мен жазып ше. Так 5, 1, 2, 3 дейміз да қойдық. Ал енді біз бұны сата салатын боламыз. Мен бұны реск сатқанма да өкінбеймін, өйткені бұндай машиналар тола береді. Өйткені қазір блэкбас салатындар көп. Блэкбасты ашып алады бүкілі. Соның арқасына тез көтеріліп, мына машинаның бағасы вообще құлдырайды. Міне бізден көлікке аз қалды. Бүгінгі серияда бұл көлікті қалай да болсын мен алуым керек. Менде қазір 6 билет. Соның бәрін ойнап тастайтын боламын. И 1-2 жерден тағы да билеттер аламын. Так міне уже наяқта үш кейс. Міне Lexus кар. Міне бізде бұл аз ғана алды өте. И міне мына жақтарда бір 2 күн қалды бітуіне. Біз тез аптайтын боламыз қазір. И ревардқа келетін болсақ бізде 3. И анау 1, 2, 3, 555 дейтін сим карта сатылып кетті. Бірақ бұл арзанға өтіше. И менен сим карталарымды аукционға қоймайтын боламын деп шештім. И мына жерде біз келетін болсақ, біз наяқта біз блэкбастың заданиясын орындап отырық. Өйткені біз блэкбаста 30-шы левел болдық. И мына жердегі маған мынау кейс ұнап қалды. Осыны алу үшін орындадым. Біз жаңа машина ақыры жеткенде жеттік. Ал түнге дейін ойнадым. И бізде 3 билет артып қалды. И міне так біз машинаны алған болатымыз. Так ревардтан алып
резко госқа тастайтын боламын бұл машинаны. Өйткені қарсы емеспін. Так, мына жердегі 100 мың рубльді, енді 25 мың рубльді алып жіберейін. Ал әнше бізде 3 миллион 500. Так, бұны госқа тастайын. Так, айтпақшы менде право жоқ. Право алып, одан кейін барып госқа тастайын. Міне. Ал әнше біз право алып, Lexus'ты шығардық. Бұл бізде міне. Lexus по идее, әшін винил сияқты. Әшін винил жабыстырып бере саған. Просто средний класстағы не Lexus қой. Біз бұны госқа тастай салатын боламыз. Өйткені бұда 2-ақ орындық. И бізде 1 миллион 700 мың рубль кетті госқа. Көріп тұрғандарыңыздай, қолымда менде 5 миллион 200 мың бар. Бұған кидай деп жазып жіберетін боламыз. И бізге бұл трейд тастасын. Мені тастады трейд. Итак, біз наяқта қай сим-картаны сататты ойлайсыңдар? Әрине біз 7014 дейтін сим-картаны сататын боламыз. Мен бұны 1 миллион рубльге алдым. Мына жерде мен 1/4-ке сататын боламын. Мен 400 мың рубль плюсқа кірдім. Бірақ енді шамал не болғанмен нормально деп ойлаймын. Ал енді қолымызда менің 6 миллион 600 мың рубль бар. Бұл бізде әдемі деген сөз. Енді 10 миллионға жеткізіп тастасақ бір одан да зор болар еді. Көріп тұрғандай видео өз мәресіне жетті. Ал енді бізде бүгінгі видеода біз 6 миллион 600 мың рубль таптық. Ал енді мен бұны 10 миллионға жеткізем. 10 миллионға жеткізгеннен кейін мен фама ашып қалуым мүмкін. Туда-сюда дегенде ғой. Видео қызықты болды деп ойлаймын. Ал енді видеоны арна тіркеп лайк басып кетейік. Ал енді давайте.